Сәлем достар, біз бүгін шайға арналған панкейк пен салат пісіретін боламыз. Ол үшін бізге піскен тауық еті керек болады. Оны палочкалап тураймыз. Содан кейін ірімшік керек болады. Оны да палочкалап тураймыз. Содан кейін корейский салатын қосып консервированный жүгеріні қосатын боламыз. Және де сонымен қоса, оның үстіне майонезді дұрыстап тұрып жағып, оның барлығын араластыратын боламыз. Бұның барлығы үйдегі бар заттар. Ал мінеки біздің осындай дәмді әрі оп-оңай салатымыз дайын болды. Біздің салатымыз дайын, ал енді келесі шайға панкейк пісірейік. Панкейкті дайындау үшін біз маргаринді немесе майды ерітіп аламыз. Осының үстіне бір жұмыртқа, сосын барлығын осы қосқандарымызды араластыратын боламыз. Содан кейін осының үстіне барып сүтті құятын боламыз. Араластырып болғаннан кейін сода немесе қопсытқыш салатын боламыз. Келесі ұн қосатын боламыз. Қою болғанша дейін ұнды қоса береміз. Содан кейін баяу отта осының барлығын пісіретін боламыз. Дайын болған панкейктерімізді одан да дәмдірек ету үшін қаймақ немесе вареньемен жағып жеуге болады. Біз вареньені қолдандық. Ал біздің панкейктеріміз өте дәмді, тәтті әрі жұмсақ болып шықты. Астарын